Алло, саламатсыз ба? Сізге дәл қазіргі таңда шабуыл жасалып жатыр. Мен банктың кеңесшісімін, қауіпсіздік бөлімінен хабарласып тұрмын. Ондай болмас үшін сізге қазір мен 4 таңбалы саңды жіберем, соны айтсаңыз жеткілікті. Дәл осындай алаяқтар қазіргі уақытта өте көбейіп кетті. Бұндай жағдай бәріміздің басымыздан өтуі мүмкін. Себебі білесіздер ме? Алаяқтар бірінші кезекте сіздің эмоцияңызбен ойнайды. Яғни бұл жердегі әрекет қандай? Сізге банктың менеджерімін, болмаса қауіпсіздік бөлімімен хабарласып тұрмын. Сіздің ақшаңызды қазір алаяқтар алып қалып жатыр. Тезірек бұғатта үлгеріңіз. Сіз не істейсіз? Эмоцияға берілесіз. Не болып қалды, қалай дейсіз де, не істеуім керек деп оған өзіңіз сұрайсыз. Сол кезде ол тұрады, не айтады сізге? Мен қазір сізге 4 таңбалы саңды жіберемін, соны тезірек айтыңыз дейді. Яғни сіз 4 таңбалы санды айттыңыз, ол не істеді деген сөз сіздің атыңыздан, сіздің нөміріңіз арқылы онлайн түрде банктерге несие алуға өтінім беріп жатыр деген сөз. Сондықтан да мен сіздерге айтар едім, танымайтын адамдардың нөмірін алмаңыздар. Біріншіден, екінші кезекте ешқандай да 4 таңбалы санды тіпті банктың менеджерімін деп хабарласса да, оны мүлдем айтуға болмайды. Бұл кәдімгі 2 жерде 2, 4 деген сияқты бір формула жаттадық қой кезінде. Тура сол сияқты бұл да біздің күнделікті қазір бір 21 ғасырдың формуласына айналу керек. 4 таңбалы сан айтпа, бітті. Сондай бір формула болу керек. Қазір ақпараттық технология дамып жатыр. 21 ғасыр дейміз, интернеттің жылдамдығы қатты дамыған сайын алаяқтар да дами береді. Осы нәрсені түсінсек екен деймін. Бұлдай алаяқтық схемалар тіпті дамыған Америка құрама штатында да, Австралияда, Канадада, Оңтүстік Америкада, Оңтүстік Кореяда, одан бөлек Германияны айттым ба, осы мемлекеттердің бәрінде өте қарқынды түрде дамып жатыр. Соңғы статистикаларға сүйенетін болсақ, 2022-2023 жылдары орта есеппен 20-25 мың адам алданып жатыр. Қазақстан бойынша. Ал тура сол халқы бізден кішкене ғана көбірек, Австралияда 50 мың адам жылдың алданады. Америка құрама штатында 3 миллионға жуық адам дәл осындай телефон алаяқтардың құрбаны болады екен. Көрдіңіз ба? Яғни бұл жерде бұл алдаудың тағы да бір түрі. Екінші түрі сіздің WhatsApp-ыңызға таныстарыңыз болып, сіздің нөміріңізді қояды да, таныстарыңызға хабарласады. Менің телефоным өшіп жатыр еді, немесе мен жаңадан нөмір алдым, немесе қайтадан бір эмоциямен ойнайды. Мысалға, мен жол апатына ұшырап қалдым, немесе жолда келе жатыр едім, көлігімнің дөңгелегі жарылып қалды. Тезірек маған осындай нөміріме ақша аудара қойшы деген сияқты көптеген алаяқтардың әрекеті болады. Сіз не істейсіз? Тағы да ойбай жақын танысыңыз, бірден аласыз да ақша аударып жібересіз. Түбінде сіз алаяққа аударатын кезі болды. Тағы да бір қазіргі таңда ең көп тарап жатқан түрі мынандай алаяқтық әрекет. Мынандай комментарий оқыдыңыз ба? Үйде отырып комментарий жазып ақша табатын аналар, ақша табасыздар. Үйде отырған аналарға арналған жұмыс деген байқайсыз, Инстаграмда әсіресе. Ол не істейді? Сіз соған былайша айтқан кезде келісесіз, ол сізді жұмысқа аламын дейді де, онлайн түрде сіз үйде отырған Мырқымбай, Бәтимамын деп ол кісіге бүкіл данныйды жібересіз. Ол кісі айтады сізге, маған удостоверение жіберіңіз, мен келісім шарт жасайым дейді. Сөйтеді де, ол сізді бірінші құрыққа іледі, былайша айтқан қармаққа іледі. Бірінші әрекеті. Екінші әрекеті қалай болады? Сізге айтады, міне, сіз комментарий бір ссылкалар жіберіп қояды, сол ссылкаларға комментарий жазасыз, сіз ол скриншотты көрсетесіз, ол комментарийларды көрсеткеннен кейін сізге условно бір күніне 1000 теңге, 1500 теңге ақша аударып отырады. Сізді не істеп жатыр? Яғни екінші рет тартып жатыр, екінші әрекеті. Аз ақша, сіз оған риза боласыз да, жаңағы комментарий ғана жаздыңыз, ол маған ақша аударды деген сияқты. Соңында не болады? Бұл кісі алады да, бұндай алаяқтар сізге бір сілтемені жібереді. Сілтемені жібереді де, міне осы жерде iPhone алу керек, немесе теледидар алу керек, бірақ осыны алуға сіз көмектесіп, данныйларды толтырып жіберіңіз дейді, болмаса тіпті сіздің атыңыздан толтырып қояды. Ең соңында сіз окейді басып жіберген кезде, условно сізге 1 миллион теңгеге 500 мың теңге атыңызға онлайн кредит алынып қалады.
Ол қазір кезде өте көп болып жатыр. Технодом дүкендерінде, Сульпак дүкендерінде. Неге? Өйткені дәл қазір осы сайттарға кірсеңіз, сіз онлайн түрде рәсімдей аласыз, иә? Тура сол сияқты ол не істейді? Сіз оған жұмысқа орналастым деп бүкіл құжаттарыңызды беріп қойдыңыз ғой. Басында ол сізге алады да 50 мың жаңағындай условно 2000 теңге берді, күніне 3000 теңге, сізге ол бір тұрақты бір жұмыс, бір сенімді адамға айналады. Сонында ол сізге 50 мың теңге беруі мүмкін, бірақ 500 мың теңгеге онлайн кредит алдырып жібереді. Сол кезде жаңағы онлайн магазин деп таңдаған кезде қаланы таңдайды ғой, Алматы, Астана, Қостанай, Көкшетау деген сияқты. Сіз Алматыда отыруыңыз мүмкін, ал әлгі алаяқ Көкшетаудан сіз алған онлайн затты өзі алып кетуі мүмкін, таныстар алып кете салуы мүмкін, оны ешкім білмей де қалады. Көрдіңіз бе? Сондықтан осындай да бір алаяқтың түрі бар. Одан кейін біздің ең бір жақсы көретініміз тез баю ғой, тез баю. Оны мен қарапайым тілде айтам. Кемпір беріп, қыз ала алмайсың, елу беріп, 100 ала алмайсың. Бұл біздің қаржылық пирамидаларға қатысты. Бізде қаржылық пирамидалардың сонау 90-шы жылдардан бері небір атаулары бар. Ең көп алданған халық ол Мавроди, МММ деген 3М бар. Осыған алданды. Одан кейіннен Мудабарах Капиталға алданды, Гарант Ломбардқа алданды, одан кейін Кюнет деген бәлеге алданып жатыр, одан кейін түрлі үй алатын кооперативтерге алданып жатыр, Сондықтан да мынау қаржылық пирамидалардың атаулары өзгере береді, бірақ өзгермейтін бір ғана схемасы бар. Оны көбінесе сонау 19-20 ғасыр 1919 жылдары Америкада пайда болады, Понци схемасы дейді. Яғни сіз бір нәрсені сатып аласыз, оның құны артады, инвестиция, купон деген түрлерімен жүреді көп жағдайда. Сөйтеді де, сіз өзіңіз бар нәрсені бересіз, артыңыздан адам тіркесеңіз, сол адамның ақшасын аласыз. Сөйтіп қысқасы оны Понци схемасы дейді. Понци деген сол кезінде Италиядан Америкаға барып, американдықтарды алдаған итальяндықтың құрметіне қойылған сондай Понци деген атау бар. Сонда қараңыздар, бізде қазіргі таңда ұлттық банк бар, барлық банктерге регулировка жасап, бүкіл депозиттерге процентін бекітіп беретін, қателеспесем, жылдық мөлшерлеме максимум 17%-ға рұқсат етілген. Жылына. Бір жылға 17%. Ұлттық банк тарапынан қай банк болмасын. Кейбіреулер бар 15% жасайды қазір, 14%, кейбіреулер бар клиентті тарту үшін 16,5% жасап қояды депозиттерге. Бұл максимум ұлттық банктың бекіткен проценті. Ал қаржылық пирамидаларда қалай? Рекламада көрсетсек, көбінесе халық бізге ұнайтыны сөз инвестиция деген сөз ұнайды қазір. Сондай бір популярный сөз болып кеткен. Рекламаның барлығында жүреді. Инвестиция сал, инвестицияның мысалға мөлшері алады да 12% айна деп қояды, айна. Немесе жылына 20% деп қояды, мысалға. Жылына емес, айна. Көбінесе бұлар айна дейді. Тіпті жылына десек те кішкене көп өте жоғары. Қараңыздар, айна 20%. Жылына қанша пайыз болады сонда? 12 айға көтсек 240%. Не деген байлық? Не деген ақша бұл? Көрдіңіз бе? Бұл жерде сізді алдайтын себебі қаржылық пирамида деген қайдан шығады? Мынау Мырқымбай, бір адам тіркелді. Мырқымбай тіркейді, Бәтиманы тіркейді, Бәтиманың подружкасын тіркейді де айтады. О, жақсы, артымнан сендер келдіңдер, сен 100 мың теңге, сен 100 мың теңге салатын болсан, саған автоматты түрде 30 мың теңгесі, немесе мына жаңағы айтқан 20% дейікші, 20 мың теңгесі саған түседі дейді, условно. Міне, мен екеуін тіркедім. Жаңа Мырқымбай екеуін тіркетті, 20 мың өзіне түсіреді, одан кейін екінші адам тіркеп 20 мың теңге түсіреді. 40 мың теңге оған түсті. Ал ол өзі кезінде 100 мың теңге беріп тіркеледі. Тура сол сияқты не болады? Артындағы адамдарды 100 мың теңгеден әрбір тіркеуші 20 мың алған кезде ең жоғарыда тұрған адам, болмаса мына бастапқы кіріп алған адамдар, әрине ақшаның басым бөлігін алады. Ол солай. Пирамида бір күні құлайды. Шар дейді ғой, шар бір күні жарылады. Неге? Өйткені ең соңғы лоқтар көбейген кезде. Осы лоқ деп айтқан ренжімеңіздер, бірақ ол солай. Міне, ең соңғы адамдар тіркеледі. Бұл жерде бір минусы,
бәрі бірінің бірі танысын тартады, туған туысқандарын тартады. Және де бұлардың сөздері білесіз бе, сізге тиетін мынандай сөздер айтады: қашанға дейін осы бір айлыққа жұмыс жасап жүре бересің? Қашанға дейін 100 мыңға жұмыс жасайсың? Қашанға дейін кедей болып жүре бересің? Одан да міне мынау сияқты қарашы, мен өзі кіріп алғанына 1 ай болды, 2 ай болды, ертерек кіріп алады. Қарашы, мен осы 2 айда мен машина алдым дейді. Машинаны қайдан алды? Артындағы тіркеген адамның әрқайсысынан 20 мың, мен примерно айтып жатырмын. Кейбіреулер бар, 100 мың емес, миллиондап салатын адамдар болады. Миллион салды, там 200 мың алады да, өз артынан тіркеген адамдарға. Міне, сөйтеді де, бұл жердегі адам не істейді? Салыстырады. Анау шынымен де жағдайы төмен еді, 1 айдың ішінде жағдайын жасап алды, машина алды, үй алды деген сияқты сөйтеді. Содан кейін ол азамат не істейді? Бар ақшасын біреуден қарызға алады, болмаса кредит алады да, өзі де сол қораның ішіне, сол пирамиданың ішіне кіріп кетеді. Сөйткен кезде қандай да бір қаржылық пирамида болмасын, олардың максимум жұмыс жасауы 1 жыл. 1 жыл. Егер де ол 1 жылда жаңағындай артығымен жұмыс жасайтын болса, артында көп адам тіркелді ғой, олар ақшаларын ала алмай бастайды. Неге? Өйткені мына жоғары жаққа қомақты уже оборот оларға миллиардтар кетіп жатыр. Міне. Сөйткен кезде біреуі шу шығарады, біреуі бастайды, мен ақшамды ала алмай жүрмін дейді. Сол кезде ғана бізде дело қозғалады. Сол кезде ғана прокуратура оянады. Оғанға дейін бәрі күшті, бәрі кайф. Тіпті бұларға барып сен, сендер мынау пирамидасыңдар ғой десең де, бұл бастықтары кезінде ашқандары сені сотқа берем, сен мені пирамида деме дейді. Өйткені біздің Қазақстанда пирамида ашуға рұқсат жоқ заңмен. Ешкім сіз барып бір аяқ астынан қазір отырып мына сабақтан кейін мен бір қаржылық пирамида ашам, мені қаржылық пирамида деп тірке десеңіз де тіркелей алмайды. Өйткені заң жоқ. Яғни заң бойынша сізді пирамида деп тіркей алмайды. Өйткені пирамидан тіркеуге рұқсат жоқ. Сосын бұлар не істейді? Компаниямыз дейді. Шетелдік компаниямыз деп тіркеледі. Болмаса сол жаңағындай ИП, ТО-мыз деп тіркеледі. Көрдіңіз ба? Яғни деятельность деген жерге услуга деп көрсетіп қояды. Проекты деп қояды. Торговля деп қояды. Мысалға. Ал енді бұл келетті, сіз айтасыз ғой бүгін, сен қаржылық пирамидасың ғой десең, жоқ, біз қаржылық пирамида емес, біз сауда жасап отырмыз дейді. Менің өзім басымда болған соны Гарант Ломбард. Гарант Ломбард маған кезінде осыдан 2 жыл бұрын рекламаға шықты. Басында 500 мың ұсынды, 300 мың ұсынды, жоқ дедім. Кейін 500 мың ұсынды, 500 мың болған кезде мен не біле, қалай бұлар ақша көбейтіп жатыр деп іздестірсем, пирамида осылай. Білесіздер ғана, Ломбардқа елдің барлығы машиналарын салып, алып, жаңағындай қадалып қалды да. Сол кезде мен ол компаниядағы мені шақырған, менен реклама сұраған адамдарға айтам: сендер таза пирамидасыңдар ғой? Мен қазір мынаны елге айтам, пирамида екенін айтам десем, жоқ, біз міне ТО болып тіркелгенбіз, Ломбард ретінде заңды түрде тіркелгенбіз. Сен бізді пирамида дейтін болсан, біз сені сотқа береміз, жала жауып жатыр деп. Міне біздегі система өкінішке қарай сондай да. Өйткені бізде заң бар, жаңағы айтқандай, пирамиданы ешкім тіркемейді. Пирамидамын деп тіркеліп көріңізші, онда сізді айтады: жоға, қайдағы пирамида, бізде тіркемейміз. Міне солай. Ал бұлар алады да пирамида емес, басқа бір компания болып тіркеліп алады да, халықты алдап жүре береді. Біз өзі мынандай нәрсеге әуеспіз. Инвестиция, одан кейін жаңағыдай шетелден, әсіресе Дубай, Канада, одан кейін германский бір продукт десе, соған бір мәз боламыз. Айналып келген кезде оның барлығы түптеп келгенде сізге қаржылық пирамиданың белгілері болатын болса, олдан қашу керек. Ең басты белгілеріне үлкен процент, жоғары процент сізге обещать етеді. Одан кейін олардың сізге беретін уәдесі, жай ғана ақша салық қой, ол өзінен өзі өсе береді дейді. Ол өзінен өзі өсіп отырады, ай сайын саған түсіп отырады дейді бір нәрсесі. Немесе апта сайын түседі. Кезінде Костра деген болды. Костраға елдер евромен ақша салады, әрбір жұма сайын 3%, 5% инвестиционный доход дейді де, түсіп отырады деп, қысқасы не керек, сенің салған ақшаңды майда паша қылдырып бөліп отырды.
6 айдай. Кейін елдің барлығын лақтырды. Бұл жерде бұл қаржылық пирамиданың өкінішке қарай бір несі адам талғамайды. Оған байлар да кіре береді, кедейлер де кіре береді, кредитін алып, орта тап та кіре береді. Қаншама доктор науктар да кіріп кеткен бұған кезінде, полиция қызметкерлері, одан кейін мен білетін өнер адамдары, қаншама жұлдыздар да осыдай қаржылық пирамидаларға кіріп, совет ақшасын ала алмады. Неге ала алмады? Себебі мына үлкен масса басындағы ақшаны жаратып тастайды. Біреу үй алады, біреу Lamborghini алады, біреу шетелге қашып үлгереді, болмаса біреуі шетелден үй алады да, айналып келгенде сіз оны сотқа арыз берсеңіз де, ақшаңызды қайтару көп жағдайда қиын. Егер де сіздердің араларыңызда дәл осы қаржылық пирамидаға алданып қалған азаматтар болса, босатыңыз. Босатыңыз. Олсыз болмайды. Ол бәрібір ол ақша қайтып келмейді. Қазір қанша жыл болды? 3 жыл болуы мүмкін. Мавроди деп 20 жыл болуы мүмкін, 30 жыл болуы мүмкін. Бірақ ол ақша қайтып келмейді. Сіз когда босатасыз, сол кезде ғана өзіңіз жеңілдейсіз. Ал сіз мынаны босата алмасаңыз, өзіңіз бағана кеше бірінші сабақта айтқандай, энергияңыз жұтылып, энергияңыз азайып, денсаулығыңыз құрай бастайды. Болды, сіз не істейсіз? Егер де алданып қалған жағдайда, бәрібір де позитив, мен 2 миллионның сабағын алдым ғой, өмірлік сабағын. Немесе арамызда бір адам 100 мыңға алдануы мүмкін. 100 мыңға алдандым ғой, 100 мыңның сабағын алдым ғой деген бір адам өзіндік бір өмірлік сабағын алады. Мен де елге қаншама ақыл айтқанымен мен де алданғам. Мысалға, Инстаграмда мен алдандым әтір деген нәрсеге, французский духи дегенге ше. Французский ликвидация 1+1 деп қойғанда, мысалға, жаңағы Алматыдағы нені складты жапқал жатырмыз, Франциядан прямая доставка, поставка деп 2016 жылдар ғой Инстаграмға сөйтіп салып қойғанда, содан не керек? 100 мл Диордан заказ берем, потом жұбайыма деп, екіншісін подаркаға аласың деп, Шанель 100 мл. Соған мен екеуіне 18 мың теңге ма, 20 мың теңгедей төлеймін. Екеуіне. Сонда қарайымда қандай ақымақтық деймін де, вроде арзан нәрсенің суы татымайды демекші, үйге дейін бір коробка келді, ішін ашам, иісін себем, 10-15 минуттан кейін ана иіс жоқ болады. Сөйтсем, алаяқтардың істеген нәрсесі, әрекеті, басында жынданам, телефондарына звондаймын, алмайды, басқа бір номерден жазсам жауап береді, кейін жазсам қайтадан блоктап тастайды мені. Содан не керек? Арыз жазсаң да толқы жоқ, қойшы 20 мыңға болады, жүрем ба дейсің. Содан өмірлік сабақ аласың. Мен 20 мың теңгенің сабағын алдым ғой дейсің. Айналып келгенде. Кейде болады, аэропортқа барған кезде әсіресе, жарты литр судың бағасы 1000 теңгеге сатады. 700 теңгеге сатқанда ойбай, не деген баға дейміз де. Бірақ кейін ойлаймын да, дәулет, сен кезінде ішпеген суды, іше алмайтын судың өзін 100 мл, 100 мл, 200 мл, суды 20 мыңға сатып алдың ғой, оның қасында мына суын, жарты литр суын, таза суын 700 теңге ғой, жарты литр суын 1000 теңге ғой деп позитив іздейсің, одан басқа амал жоқ. Көрдіңіздер ме? Сондықтан да мен айтатын едім, ақша, кеше сабақта айтқандай. Төлем құралы, жүрекке өткізу, жүрекке өтті ме, бітті, сізде давление, там сахар, рак, неше түрлі ауру болады, соңында сіз өзіңіз жер астына бірақ кетесіз. Жер алам деп жүріп, жер сізді алып кетеді бір күні. Сондықтан да кейбір нәрселерге жеңіл қарау керек. Бірақ то же время өмірлік сабақ алып, немесе осындай сабақтардан кейін сіз не істейсіз? Алданбауды үйренесіз. Көрдіңіз ба? Одан кейін қазіргі кезде тағы да көп адамдардың алданатыны, мынау енді қаржылық пирамиданы айттық қой, инвестиция дейді, купон дейді, жатып алып байи бересің дейді, немесе артынан адам тіркесен 2 есе байисың деп, қысқасы сізге аз уақытта бір айдың ішінде үлкен проценттерді уәде етеді. Оған алданбаңыздар. Қайталап айтам, бізде мемлекеттің бекіткен ең жоғарғы мөлшерлемесі 17% екенін қайталап айтам. Жаңағы ақшаны саласын, күтесін, өзімен өзі өсіп жатады деген системаны айттық. Енді Понци дедік, пирамида дедік, әйтеуір. Енді келесі бір система, мынандай жарнамаларды көрген шығарсыздар. Үй 0%, жарна жоқ.
жарна жоқ, 0 теңге, бір ғана құжат. Бір ғана құжат, немене, удастак? Я. Енді жеке куәлік деп үйренгенбіз, бірақ жеке куәлік деп жүреді ғой осындай. Үй 0%, жарна, сосын кредиттік историяға қарамаймыз деген реклама жүреді. Кредиттік тарих. X қоя салайын. Кредиттік тарихке қарамаймыз деген рекламаны мен ойлаймын, бұл сабаққа қатысып отырғандардың 80% көрген шығар. Жарнамасы күшті. Олар алады не істейді? Банкты жамандайды. Олардың көбі дәулетті жамандайды. Дәулет банктың адамы, дәулет өкіметтің адамы. Ол мен оны 2018-ден бері естіп, құлағым уже үйреніп, анау дәл осындай сөздерге терім менің крокодилдің терісінде болып кеткен. Қаншама адам сол 2018-19-да мені тыңдамай осындай рекламаларға алданып, үйсіз қалып отқан адамдар өте көп. Себебі бұлардың атаулары неше түрлі ат қоя береді. Мен өзім көрген берекелі баспана, шаңырақ, асар дейді. Тағы да немене неше түрлі кооперативтер бар да, кооперативтерді айтқым келіп отыр да мысалға. Енді ойлаңызшы, кредиттік тарихына қарамайды. Бір ғана құжат, жарна жоқ деп, айналайын қазір бір дүкеннен де біреу қарызға деп үйіңіздегі мына ЖК-ларды, енді ірі қалаларда тұратын азаматтар, үйіңіз маңайындағы ЖК-ға барып, магазинге барып айтыңызшы, қарызға бер деп. Бермейді ғой сізге. Залогқа телефонын тастап кетті дейді. Тіпті удостоверениені қалдырып кетті дейді. Даже удостоверение алмайтын азаматтар. Амналардікі не деген май шелпік. Енді қараңыз. Бұлардың системасын зерттесеңіз, не істейді? Сізге айтады. Жақсы бір қандай да бір келісім шартқа отырамыз дейді. Кооператив туралы бізде заң бар, бірақ ол жилищный строительный кооператив соны пайдаланады. Жилищный строительный кооперативте көп жағдайда не істейді? Әркім өзі ақшасы бар ақшасын салады да, сол ақшамен не істейді? Үйін алады. Үйді салады, условно айтқанда. Ал бұл жерде не істейді? Келісім шартқа отырғызады да сізді бар ақшанды сала бер дейді. Оның ақыры жоқ. Жилищный строительный кооперативте нақты саны болады 100 адам. Бітті. 100 адамнан артық адам қабылданбайды бұл жерде. 100 адамнан ақша жинайды, олар ғана ай сайын ақша салады, сол бар ақшамен біреуі терезесін салады, біреуі есігін салады, біреуі фундаментін құяды деген сияқты мысал. Ал мына жердегі кооперативтерде қалай система қалай жүреді? 1000 адам, 2000, мен бір кооперативті көрдім, 20 000 адам тіркелген екен. Солардың сенесіздер ме? 2000 ғана үй алған, қалған әлі үйсіз жүр. Маған жазады, сіздің кезінде тыңдамай, ақшамызды жилстройға салмай, условно, или басқа депозитке салмай, осыған салып жердік, әлі үйсіз жүрміз. А бұларда не істейді? Келісім шартта тек қана кезекпен деп қояды. Біз өзі қазақ договор деген нәрсені оқымаймыз ғой, мүлдем. Кезек. Үйдің кезегі емес. Мына жалпы үй алудың кезегіне тұрасыз. Бұл кезек мемлекеттік ешқандай бағдарлама емес, осыны түсіну керекпіз. Олар өз кооперативтің өзінің кезегіне қояды. Әрине бұл жерде қайтадан не? Басында кім тіркелді? Кім үй алады? Жаңағы 20 000 адам дедім, 20 000-ның 2000 үй алады, 10%. 10 адам тіркелсе, оның 1-2 ғана үй алады көп жағдайда. А қалғаны не істейді? Қалғаны басқаларға ақша жинап беріп отыр астындағылар. Біріне бірі. Қайталап айтамын, қаржылық пирамидалардың аттары ауыса береді. Системасы біреу. Системасы бағындағындай. Купон дейді, инвестиция дейді, 50 беріп 100 аласын деген уәделерді үйіп төгеді. Мынауда тура солай, аттар ауыса береді. Анау 2010-да да болған екенде, мен студент кезде неше түрлі кооператив. Басында үй алады. Бұл жерде тағы не? Басында адамдар үй алып алады да, соңғы жағы ала алмай жүрген кезде бірінен бірі салыстырады. О, мен ана Мырқымбайды көрдім ғой, ол действительно охранник болып жүріп үй алды ғой дейді. Ол алды, қайдан алды? Ақшаны. Сіздің салған ақшаңызға ол үй алып алды. Мәселе осы да. Бұл да бір пирамида сияқты, бірақ бұл алады да жаңағындай кооператив біз деп, шаруашылық кооператив біз осылай бір-бірімізді тіркейміз дейді де, қаншама адамдар басы бар, аяғы жоқ болып жатыр өкінішке қарай. Көрдіңіздер ме? Сондықтан да бұндай нәрсеге де
сене бермеңіздер. Білмеймін, мен өзім нарықтық экономикада 0% деген нәрсені мүлдем негативті түрде қабылдаймын. Ол мүмкін емес нәрсе. Ол 0%. Қазақстанда бізде инфляцияның былтырғы деңгейі 20-4 қателеспесем, қазіргі деңгей 14%. Қымбатшылықтың деңгейі 14% болып отқанда, қай әкеңіз сіздің 0%-бен беретін? Бермейді ешкім. Сондықтан да кооперативтердің атаулары ауыса береді. Ол 2010-да айтып отыр, мен есімде 2020-да да солай болды, 15-те де солай. Системасы бір. Системасы жаңағы бастапқы жарына жоқ дейді, бір ғана құжат сізді тіркейді, бірақ сізге айтады, Мырқымбай, үй алғың келсе ай сайын 50 мыңнан сал, 60 мыңнан сал, бір күн аласың дейді. Қашан алам? Көбінде договорға жазып қойды, олар 1 жылда аласың дейді. 1 жылда невозможно ғой, өзіңіз ойлаңызшы. 60 мыңнан 1 жылда сіз 720 мың ғана жинайсыз, 720 мыңға қалай үй аласыз? Бұл жерде үйді тезірек алу үшін адам тіркей бересіз де, артыңыздан адам шақыра бересіз. Біздің кооперативке кел деп. Сіз кооперативке 5-ші болып тіркелдіңіз. Ана Бәтиманың класстастары 65 болды, Бәтиманың группаластары 105 болды да, мысалға, астынан кетіп қалғанда жаңағы. Тура сол сияқты 20 мың адамнан примерно 2-3 мың ғана адам үйін алады. Болды, қалған барлығы алданады. Болмаса, жаңағындай өмірлік сабағын алады. Осы нәрсені айтқым келеді. Пирамидаларда. Одан кейін, мынау қаржылық сауаттылық, кешегі сабақта тағы да бір нәрсені қоса салғым келеді. Біз эмоция дегеннен шығады. Эмоционалды түрде бір нәрсені алғымыз келеді. iPhone 15 шықты, эмоционалды түрде ештеңені санағымыз келмейді. Ала береміз. Соңында несиені ала бергеннен кейін кім жаман? Өкімет жаман. Одан кейін аламыз да өкімет несиемізді жауып берсін деп отырамыз. Мен сіздерге айтайын, қаржылық сауат маманы ретінде, депутат ретінде емес, қаржылық сауаттылықты айтып жүрген, экономист ретінде, дәулеттен ретінде мен сіздерге айтар болсам, кредитті кредитпен жабу дұрыс емес нәрсе. Болмаса сол өзіңіздің қаржылық тәуелділіктеріңізді, тәуекелдеріңізді есептемей кредит алу, ол да үлкен қателік. Үшінші қателік договорды оқымау. Біз қазақ мүлдем оқымаймыз. Ананы бізге главное одобрение берді, бітті, қол қоя береміз. Мысалға қараңызшы. Сіз жазасыз, сіздің айлығыңыз 150 мың теңге. Айына 150 мың тауып отырсыз. Бағана кешегі сабақта айтқандай, бүкіл шығындарыңыз жаздыңыз. Нанға, осынша, майға, продуктыға, арендаға, комуслуга, бәрін деген сияқты, бір адамның деңгейінде айтып отырмын. Сөйтесіз де, сіздің қолыңызда қалатыны бір жұмсауға болатыны 30 мың теңге. 30 мың теңге сіздің қолыңызда қалады. Ал ертеңгі күні сіз банкке барасыз, кредит аласыз да, банктың менеджері сізге алады да, жақсы кредит алыңыз, болмаса жаңағы онлайн кредит келеді де, сізге одобрение айына 75 мың теңге деп есептеп береді сізге. Дейсіз де алып аласыз да, ол алғанда күшті бәрі керемет. Төлейтін кезде қай ақшаңызбен төлейсіз? Ойлаңыз, өзіңіз сіз мына 150 мың теңге аласыз, бүкіл шығындарыңыз алған кезде қалған ақша 30 мың болса, сіз қай басыңызбен, қай бетіңізбен 75 мың теңге айына төлейтін кредит алғалы жатырсыз. Бұл мысал ретінде айтып отырмын. Дәл осындай мысал бізде қазақстандықтардың, білмеймін, кредитованиесі дейді ғой, 18 жастан асқан азаматтардың несие алу, рассрочка, просрочка барлығын қосқанда 84% деңгейге жетіп отырмыз. Бұл өте қорқынышты статистиканың бірі. Келсем, айтуларыңыз мүмкін, несиені жоқшылықтан аламыз. Бар болса несіне аламыз деп. Менің балалық шағымды есіме түсірейінші, 96-шы, 97-шы, 99-шы жылдарды. Үйде мынандай жарық болмайтын, майшаммен отыратынбыз арасында. Үйде тек қара нан, шәй, су ғана ішетінбіз, арасында ғана қант болатын. Ауылдан май келсе рахмет айтатынбыз. Жоқшылықты көрдік қой біз. Бірақ менің әкем, менің анам банкке барып, ойбай, бала шағаны асырау керек. Қарызға кірмеген екен. Әлі күнге дейін рахмет айтам. Әлі күнге дейін әкемнің тәрбиесі солай да менің. Қарызсың ба? Қарыз алма. Қиыншылықты көр одан да бір адамдай. Көппен көрген ұлы той, бұйырғаны болады балам. Бастысы соғыс жоқ деген сияқты. Қазір көп адам айтады, жоқшылық деп әр нәрсеге жаңа сыныққа сылтау көп деп көп причина айтуымыз мүмкін. Сіздің проблемаңыз сізге ғана керек. Ол сіздің айналаңыздағы досыңыз, көршіңіз, группалас
Қазір керісінше, сізде проблема ма, наоборот, достарыңыз қуанады сізде, мынада проблема көбейді ғой деген сияқты. Сондықтан да сіз есептеңіз. 30 мың теңге төлей аласыз ба? Міне 30 мыңға алып отыр ма? Тек қана несиенің деңгейі ай сайын 30 мың ғана болу керек. А не былай 75 мың, даже кейбіреулер 100 мыңға дейін алып алады ай сайын төлеп. Сосын кім жаман? Банк жаман дейді. Банктерді жабыңыздар. Ана микрозаймдарды өшіріңіздер. Үйтіге болмайды. Сізді ешкім банкке сүйремейді. Бұның барлығы айналып келген кезде, құрметті сабаққа қатысушылар, барлығы қаржылық сауаттылық. Есептейсіз, құныңыз артады, еңбек етесіз, әрекет етесіз, сіздің де ақшаңыз көбейеді. Біз не істейміз? Біреудің ақшасын санағын жақсы көреміз, отырып алып, Біреудің ақшасын санағын жақсы көреміз. Біреу кафе ашты ма? Мына счет 2000 теңге болды, күніне 100 адам келді. 200 мың теңге сұмдық, оның налогын есептемейміз, шығындарын есептемейміз, аренда шығыны, жұмысшыларға беретін айлығын есептемейміз. Біз солай есептейміз, біз өйткені сондай қазақпыз, біреудің ақшасын санаймыз. Біреудің ақшасын санау сізге ешқандай пайда әкелмейді. Сіз біреудің ақшасын санау арқылы сол адамды ғана байыта бересіз. Өзіңіз байығыңыз келе ма? Өз ақшаңызды өзіңіз санап, есептеп, үйрену керексіз. Көрдіңіздер ғой? Сондықтан да жазып алыңыздар, түртіп алыңыздар. Бүгінгі осындай сабақтарды халық үшін 500 адамға ғана болған. Енді мен өзім таныстарыма, Абылайға, осы ұйымдастырушы қыз-жігіттерге айттым, 500 ол аз. Давай 1000 адамға, одан да көп адам тегін сабақ алсын. Мен тегін үйретіп берейін дедім. Міне 2 күн бойы сіздерге мен осындай форматта сабақ өткізіп жатырмын. Сондықтан да мен де өз тарапымнан Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен өтіп жатқан азаматтық бастамаларды қолдау орталығының гранты аясында жүзеге асқан осы бір проектке мен де алғысымды айтам. Сіздер де алғыстарыңызды айта жүріңіздер, және де ертеңгі сабақта өзге спикерлердің сабағын міндетті түрде қараңыздар. Менің ұранымды білесіздер ғой, байыса қазақ байысын, әр қазақтың өз баспанасы, өз үйі болсын деп осы сабақты аяқтаймыз. Алданбаңыздар, адал қызмет ете берейік.